Доған көзін ашқанда өзін мүлде бейтаныс жерде жатқанын аңғарды. Жан-жағына жалтақтай қараса, дәл қарсы алдында үнсіз отырған беймәлім әйел көз алмай қарап отыр екен. Есін толық жиған бойда оның аузынан шыққан алғашқы сөз жалғыз ғана болды. Чагла қайда? Әйел ештеңе деместен планшетті қолына алып, экраннан Чагланы көрсетті. Оған орнынан атып тұрып: Чагланы босатыңдар. Оны жіберіңдер, деп талап етті. Алайда әйел оған сабыр сақтауды айтып, алдымен сөзін тыңдауын өтінді. Осы уақытта Йылдыз бен Фикре Доғанның көлігін байқап қалады. Йылдыз Доған қорапты алып, бір жерде жасырынып отыр деп ойлайды. Ал Чаглаға әкесінің өліміне қатысты осы уақытқа дейін жасырылып келген барлық дәлелдер көрсетілді. Ол ақиқатпен бетпе-бет келді. Әкесін өлтірген адамның дәл өзі Синан екенін білді. Бұл шындық Чагланың бүкіл өмірін төңкеріп жіберді. Бейтаныс әйел өзін Алия ханымның атынан сөйлеп отырғанын жеткізді. Синанды қамат. Мелекті түрмеден шығар. Содан кейін Измирге кетесің. Бірақ есіңде болсын, саған бар болғаны 72 сағат қана береміз, деді ол. Көп ұзамай бұл әйелдің жай адам емес екені белгілі болды. Ол кезінде Бихрамның өмірін сақтап қалған шиім-шиктің адамдарының бірі еді. Сонымен қатар Доғанның қолына Синанның өзіне қарсы барлық дәлелдерді жойып жүргенін дәлелдейтін фотосуреттер тапсырылды. Ал Синан болса, Чагланың әкесі жерленген зиратқа келіп, Құран бағыштап тұрды. Кейін сол жердің қараушысына барып, Махинурдың сіңлісі туралы сұрастыра бастады. Осы кезде Бихрам Синанмен әлі де өзара келіссөздерін жалғастырып жатқан еді. Алайда Алия ханым Доғанға арнайы дайындалған есінен тандыратын сусын берді. Бірнеше минуттан кейін Доғанның көзі қарауытып, есінен танып қалды. Дәл сол сәтте Чаглаға шиім-шиктің адамдары келіп: сен әкеңді кім өлтіргенін білгің келді. Біз саған шындықты көрсеттік, деді. Ал Ханжи-оғлу әулеті Тахирдің есін жиюын тағатсыздана күтіп отырды. Біраз уақыттан кейін Доған мен Чагланы теңіздің жағасына әкеліп тастап кетеді. Алғаш болып Доған есін жиды. Ол дереу Чагланы оятып, екеуі не болғанын түсінуге тырысты. Көп ұзамай Доған Тахирдің есін жиғанын естіп, бірден үйіне қарай асықты. Ал Чагла болса, еш ойланбастан Бихрамға барды. Чагла Бихрамға болған жағдайдың бәрін айтып берді. Ол өзінің Бихрамның бұл іске қатысы жоқ екеніне көз жеткізгенін айтты. Сонымен қатар оларды ұрлап кеткен адамдардың шиім-шиктің адамдары екенін де жеткізді. Алайда Чагла мұнымен тоқтағысы келмеді. Мен Синаннан әкемді не үшін өлтіргенін өз аузынан естігім келеді, деді ол. Бұл сөз Бихрамға мүлде ұнамады. Ол Чагланың бұл ойынан қайтуын қалады. Бірақ Чагла өз шешімінен ешқашан бас тартпайтынын анық айтты. Осы уақытта Доған Тахирдің жағдайын тексеріп шықты да, Синанға шұғыл түрде келуін бұйырды. Бихрам болса, Синаннан бір жола құтылуды ойлай бастады. Өйткені Чагланың әкесінің өліміне қатысты әлі ашылмаған үлкен құпияның барын сезетін. Егер сол құпияны Синан Чаглаға айтып қойса, оның ең үлкен зардабын дәл Бихрам тартатыны анық еді. Ал Чагла жеке жайға жасырын келді. Қолындағы Синанның барлық фотодәлелдерін прокурорға өткізуді жоспарлады. Доған бұған қарсы болғандықтан, ол бәрін ешкімге білдірмей жүзеге асырмақ болды. Сол сәтте Синан келіп, Доған екеуі оңаша сөйлесе бастады. Алайда Доған бар шындықты айтып жатқан кезде күтпеген жерден Тахирдің жағдайы күрт нашарлап кетті. Бір мезетте алтында бір жамандықты сезгендей, асығыс түрде заттарын жинай бастады. Осы сәтте Чагла көптен күткен шешімге келді. Ол қолындағы Синанға қарсы барлық фотодәлелдерді жинап, еш ойланбастан прокурорға жіберді. Ал Синан жағдайдың тым қауіпті болып бара жатқанын сезді. Ол осы мүмкіндікті пайдаланып, қашып кетуге бел буды. Айналасында полиция қызметкерлерінің жүргенін байқаса да, берілуді емес, басқа жолмен қашуды таңдады. Көп ұзамай прокурор Ханжи-оғлу әулетінің жеке жайына келді. Біз Синанды тұтқындауға келдік, деді ол. Алайда дәл сол сәтте Синан әлдеқашан қашып бара жатқан еді. Осы уақытта Бихрам Синанға қайта-қайта хабарласып: маған кел, мен сені құтқарамын, деп шақырды. Синан Бихрамға қарай жол тартқанымен, күтпеген жерден алдынан алтыншыға келді. Ол көлігімен келіп, Синанды алып кетті. Екеуі ештеңеге қарамай бірге қашып кетті. Ал Доған Чагланың прокурорға дәлелдерді жібергенін білгенде қатты ашуланды. Сен менің сөзімді тыңдамадың, деп ренішін білдіріп, Чагланы жұмыстан шығарып жіберді. Бұл уақытта Синан мен алтын енді не істейтіндерін ақылдасып, алдағы қадамдарын жоспарлап жатты. Ал Бихрам болса, Синанның қолынан тағы да сытылып кеткеніне қатты заланды. Қай жерде жүрсе де табамын. Не істесем де оны қолға түсіремін, деп ашуға булықты. Осы кезде Чагла алыстан Бихрамды байқап қалады. Бірақ оған көрінбей, үнсіз бақылап тұрды.
Ал Йылдыз Доғанмен жеке сөйлесу үшін арнайы келді. Доған болған жағдайдың бәрін айтып берді. Қорап жоғалып кетті. Ең сорақысы, енді біздің Бихрамнан да күшті жауымыз пайда болды, деді ол. Осы әңгіме барысында Йылдыздың кезінде, дәл сол қорап арқылы Тахирді бопсалағаны белгілі болды. Йылдыз Доғанға қарап, уайымдама, бұдан кейін де саған көмектесемін деп уәде берді. Ал Генджо мен Мелик түрмеде сөйлесіп отырды. Мелик үмітін үзбей, мен қашан бостандыққа шығамын, деп сұрады. Сыртта Сейфа мен Нұргүл әңгімелесіп тұрды. Сейфа, Гүлшан соңғы кезде үнемі біреумен телефон арқылы сөйлеседі. Бұл маған күмәнді болып көрінеді, деді. Біраз үнсіздіктен кейін ол күтпеген жерден тағы бір сырын ашты. Негізі мен Нұргүлді ұнатып қалдым деп мойындады. Осы уақытта Синан мен Алтын сол түні ақ Грекияға қашып кетуді жоспарлап жатты. Ал Доған кенеттен 25 жыл бұрынғы бір оқиғаны есіне алды. Ол кезде Синан екеуі Тахирден қашып, ешкім білмейтін жасырын жерге барып тығылатын. Доған дәл сол мекенді есіне түсіріп, Синан дәл қазір сонда болуы мүмкін деп ойлады да уақыт жоғалтпай сол жаққа аттанды. Ал Чагла Меликке болған оқиғаның бәрін айтып берді. Мен мұның бәрін сені қорғау үшін жасадым деп ақталуға тырысты. Алайда шын мәнінде Чагланың басты мақсаты әкесінің өлімі үшін Синаннан кек алу еді. Дәл осы уақытта Бихрам Йылдыздың жолын бөгеп, оған күтпеген ұсыныс жасады. Екеуміз бірге жұмыс істейік, деді ол. Йылдыз біраз ойланып барып бұл ұсынысты қабылдады. Осылайша олар келісімге келді. Егер Йылдыз Синанның қайда екенін анықтаса, бірден Бихрамға хабар беретін болды. Ал Генджо мен Чагла ешкімге білдірмей жаңа жоспар құрып жатты. Чагла қалай болғанда да Синанмен бетпе-бет кездесіп, әкесінің өлімі туралы барлық шындықты өз аузынан естуді мақсат етті. Сол жоспарды жүзеге асыру үшін Чагла жеке жайға келді. Дәл сол уақытта Доған Синан тығылып отырған жерге жетті. Ол күзетшілерді бірінен соң бірін жерге құлатып ішке кірді. Сосын бар даусымен, Синан, шық, деп айқай салды. Доғанның дауысы естілген сәтте іштен Синан шықты. Екеуі ұзақ уақыттан бері іштерінде сақтап келген ауыр шындықтармен бетпе-бет қалды. Осы уақытта Чагла үйде отырып, отбасының бұрынғы бейне жазбаларын қарап отырды. Кадр сайын оның жүрегінде бір ғана сұрақ күшейе түсті. Неге әпкем Махинурдың тағдыры осындай болды? Ол бұл сұрақтың жауабын қандай жағдай болса да білгісі келетінін айтты. Ал Доған мен Синанның әңгімесі барған сайын ауырлай түсті. Ақыры Синан көптен бері жасырып келген шындықты айтты. Иә, мен оның көзін жойғым келді. Әкеңді өлтіруді ойладым. Бірақ бәрімен жоспарлағандай болған жоқ. Ол болған оқиғаны егжей-тегжейлі түсіндіре бастады. Мен жарықты өшіріп келдім. Сол кезде қатты қорқып тұрдым. Кейін сыртқа шыққанда жолда бір әнші әйелді кездестіріп, біраз уақыт сонымен сөйлесіп қалдым. Ал қайта оралғанымда әкең әлдеқашан жараланып қалған еді. Мен оны өлтірген жоқпын. Доған үнсіз тыңдап тұрды. Бір сәт ойланып барып, егер сол әнші әйелді тапсақ, ол саған куәгер болады. Сонда сенің бұл іске қатысың жоқ екенін дәлелдей аламыз, деді. Екеуі де сол әйелді табуға бел буды. Осы уақытта Сейфа Гүлшаннан көптен бері мазалап жүрген күмәнін жасырмады. Айтшы, сен кіммен тоқтамай сөйлесіп жүрсің? Гүлшан еш саспастан, құрбыммен ғана сөйлесіп жүрмін, деп әңгімені жауып қойды. Ал Доған мен Синан әнші әйелді іздеуге аттанды. Бірақ дәл осы сәтте Алия ханым Доғанға хабарласты. Синанды ақтап әуре болма. Оны тез арада полицияға тапсыр, деп қатаң ескерту жасады. Доған оның бұл сөздерінің артында қандай сұмдық жатқанын әлі білмейтін. Өйткені дәл сол уақытта Алия ханымның бұйрығымен Мелекті телефон арқылы бақылауға алып, оны жалғыз бөлмеге қамап қойған еді. Бұл арқылы олар Доғанға қысым жасап, Синанды қорғаудан бас тартқызбақ болды. Ал Доған ештеңеден күмәнданбастан Йылдызға хабарласып, өзінің Синанмен бірге жүрген жерін айтып қойды. Жол үстінде Доған Синанға күтпеген сұрақ қойды. Сен үйленген еркексің. Онда бұл әйелге не үшін қайта-қайта келесің? Синан ауыр күрсінді. Өйткені ол маған алғашқы махаббатымды еске салады. Дәл осы жерде үлкен құпияның ұшығы көрінді. Доған Синанның алғашқы махаббаты Махинур екенін әлі білмейтін. Дәл сол сияқты Чагла да Синан мен Махинурдың өткендегі байланысынан бейхабар еді. Ал осы уақытта Бихрамның адамдары Йылдыз айтқан мекен-жайға қарай бет алды. Доған мен Синан әнші әйел тұратын жерге жеткенде күзетшілер олардың жолын бөгеді. Екеуі қанша түсіндіруге тырысқанымен күзетшілер ішке кіргізгісі келмеді. Соған қарамастан Доған мен Синан райынан қайтпады. Ақыры олар әнші әйелді көндіріп, өздерімен бірге алып шығуға қол жеткізді. Дәл сол кезде Доған күзетшілердің қолындағы ерекше таңбаны байқап қалды. Бұл таңба оған бұрыннан таныс еді. Егер естеріңізде болса, дәл осы белгі Шим-Шиктің адамдарының таңбасы болатын. Демек, бұл істің артында тағы да сол ұйым тұрғаны анық еді.
Қауіптің күшейгенін түсінген Синан әнші әйелді Йылдызға сеніп тапсырды. Ал өзі Доғанмен бірге әрі қарай не істеу керегін ақылдаспақ болды. Бірақ олар Доғанды күтіп тұрған сәтте күтпеген жағдай орын алды. Бихрамның адамдары аяқ астынан келіп, Синанды күшпен алып кетті. Доған еш ойланбастан олардың соңынан қуа жөнелді. Алайда бұл жолы Доған бәрін алдын ала сезгендей әрекет еткен еді. Ол Синанға ешкім байқамайтын жасырын жіпіс құрылғысын орнатып қойған болатын. Енді олардың қайда бара жатқанын анықтау әлдеқайда оңай болатын. Ал дәл осы кезде Генджо Бихрамды алдап соғып, Синанды Чагламен кездестіру үшін басқа бағытқа алып бара жатты. Сол уақытта түрмедегі Мелекке тамақ әкелінді. Тамақтың ішінде кішкентай ғана хат жасырылған екен. Мелек хатты ашып оқыды. Онда: «Сені бұл азаптан құтқаратын бір ғана нәрсе бар», деп жазылып, қасына бірнеше таблетка салынған еді. Мелек хатқа ұзақ қарап, терең ойға батты. Ал осы уақытта Бихрамның адамдары Генджоны жан-жақтан іздеуге кірісті. Синаның олардың қолынан тағы да сытылып кеткені Бихрамның ашуын бұрынғыдан бетер өршітті. Хан Жиоғлулардың жеке жайында алтын әнші әйелді Синанның көңілдесі деп айыптап, оған ауыр сөздер айтты. Оның ашуы мен қызғанышы барған сайын күшейіп бара жатты. Сол сәтте Гүлшен мен Нұргүл асханаға бірге кірді. Әңгімелесіп тұрған кезде Гүлшеннің телефонына тағы да хабарлама келді. Бұл жолы Нұргүл оны байқамай оқып қойды. Хабарламада жалғыз ғана сөйлем жазылған еді: «Мен сені сағындым». Бұл сөздерді оқыған Нұргүлдің көңіліне күмән ұялады. Ал дәл осы уақытта Махинур 25 жыл бұрынғы ауыр оқиғаны қайта есіне алды. Сол күні ол Тахирдің жеке жайына барып, өз сәбиін қайтаруды талап еткен болатын. Махинур баласының шетіне кетпегеніне, оның тірі екеніне сенімді еді. Ол сәбиін Тахир алып кеткен деп ойлаған. Бірақ Тахир оның сөзін тыңдаудың орнына қамшысын қолына алып, Махинурды аяусыз соққыға жықты. Онымен де тоқтамай, кішкентай сіңісіне зиян тигізетінін айтып қорқытты. Сол қорқынышты күн Махинурдың бүкіл тағдырын өзгертіп жіберген еді. Осы кезде Генджо Синанды жасырын түрде алып келді. Ал түрмеде отырған Мелек әлгі хатты қайта-қайта қолына алып оқып отырды. «Сені бұл азаптан құтқаратын бір ғана нәрсе бар». Ол хаттағы сөздердің астарында не жатқанын түсінуге тырысты. Бір уақытта Бихрам Генджоны табу үшін барлық адамдарын жұмылдырды. Ал Махинур болса үн-түнсіз жеке жайға келді. Ол Тахир жатқан бөлмеге кіріп, оның өмірін ұстап тұрған аппаратқа ұзақ қарап тұрды. Жылдар бойы жүрегінде жиналған кек пен қайғы дәл сол сәтте қайта оянды. Махинур қолын аппараттың батырмасына созды. Бір ғана қимыл жасаса, бәрі аяқталатын еді. Осы уақытта Доған Синанға келді. Іште Синан Чагланы көрген бойда оны Махинурмен шатастырып алды. Көзінен жас парлап: «Махинур, мен сені өмір бойы сүйдім. Мені кешір» деп өткен күндердің өкінішін ақтара бастады. Бұл сөздердің бәрін сыртта тұрған Бихрам да естіп тұрды. Ол естіген сайын ашуы өрши түсті. Енді Синанды тірі қалдырудың еш мәні жоқ деп шешті. Бихрам үнсіз қаруын алып Синанға қарай көздеді. Саусағы шүртпеге таяп қалды. Тағы бір сәттен кейін оқ атылатын еді. Бірақ дәл сол мезетте күтпеген жерден Доғанның телефоны шырылдады. Қоңырау түрмеден түсіп жатқан болатын. Доған телефонды көтерген сәтте арғы жақтан үрейлі дауыс естілді. «Доған мырза». Мелек өз-өзіне қол жұмсауға әрекет жасады. Бұл хабарды естіген Доғанның өңі бірден өзгеріп кетті. Ал дәл сол сәтте бәрінің тағдыры тағы бір рет күрт өзгеретіндей болды.